Шырғалаң 11 бөлім. Авторы Айдана Істілеуова. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздаршы. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Истері жер жарарлық, еркектерде жетерлік. Жиіркеніп, лоқсып, әрең сімен аяқтайтынмын. Шарт бойынша жасадым. Ешқандай жыныстық қатынасқа жол бермедім. Солай 4-5 күн сіменнен кейін есеккірім келді. Есеккір келген кезде сіменге шықпауға болатыны қатты қуантты. Бірақ қаласаң жолдары бар, шыға берсең болады. Саған клиенттер бар, мүмкін шығарсың деп администратор қоңырау шалды. Мен етеккірім келген кезде қатты ауыратынымды айттым. Бір апта үйден шықпай қойдым. Үйде бос жатқанымда ВК арқылы Расулдың түрмеден шыққанын білдім. Сөйлескім келді. Хабарлассам ба екен деп сары уайымға салындым. Бір күні ВК-ға кірсем, ол онлайн отыр екен. Мен басқа аккаунт ашқан болатынмын басқа есіммен. Сол аккаунттан «Сәлем, қалайсың?» деп жаздым. Ол оқыды, бірақ жауап бермеді. Мен не екенімді білген шығар, мені жек көретін шығар. Әрине, қай еркек кешірсін. Ойнас жасаған әйелді. Екеуміздің бақытты кездерімізді есіме алып, жастығымды құшақтап жылаумен бір апта өте шықты. Кейін ВК-ға кірсем, Расул кімсің деп сұрақ қойыпты. Не дерімді білмедім. Біліп отырсың ғой өзің деп жаза салдым. Номеріңді берші деді. Қуанып кетіп, бұрынғы номерімді қосып, соған хабарласуын сұрадым. 2 минут өтпей жатып, ол тез хабарласты. Қолым дірілдеп, тілім күрмеліп, әрең дегенде жауап бердім. Қайдасың, кездесуіміз керек деген Расулдың ащы даусы мені қорқытты. Расулға басқа қалаға кеткенімді айтып, одан жаңа өмір бастауын, мені кешіруін сұрадым. Оның іші ашу-ыза кектен толып қалғандай. Сені өлтіремін, алдымнан кездеші, өлтіріп тастаймын деп телефонды қоя салды. Осыдан кейін бізде бәрі біткенін миым енді қабылдады. Оның суреттерін жазған соңғы хатын жыртып мусорға лақтырдым. Бітті, бәрі бітті. Енді жыламаймын. Үзілістен соң жұмысқа шығып, сол түні админ бәрімізді жинап алып, қазір гостиницаға барамыз. Ол жерде 4 адам болады. Жалғасы бар.